Қайырлы күн тыңдармандар. Мен қазір сіздердің назарларыңызға қазақ тілі мен әдебиеті сабағындағы жазба жұмыстарын тексеруді жасанды интеллекттің көмегі арқылы оңтайландыру жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін біз Google Chrome'ға кіреміз. Google Chrome'ның іздеу батырмасына біз Gemini, Google немесе ChatGPT деп жазуымызға болады. Мен ChatGPT-ға жазып көрейін. ChatGPT, бірінші шыққан ChatGPT-ді басамыз да. Енді қазір мен студенттің жазба жұмысын енгізгім келіп тұр. Сондықтан мен плюс батырмасын басамын. Осы жердегі баланың жазба жұмысын алдын ала фотоға түсіріп дайындап аламын да. Сол арқылы міне студенттің жазба жұмысын плюс батырмасы арқылы енгіздім. Және осы жерге мен промпт жазамын. Студенттің зерттеу жұмысын тексеріп бер деп тапсырма жазамын. Сіз жүктеген жазба жұмыстың мазмұны мен сапасын талдап беріп отырмын дейді. Енді бұл жерде мен жаңа ешқандай бағалау критерийін енгізген жоқпын. Сондықтан сіздер өздеріңіз егер нақты бағалауды алғыларыңыз келсе, онда өзіңіздің нақты бағалау критерийін енгізіп қойсаңыз, онда тіпті жақсы болады. Ал мен бағалау критерийін енгізбегендіктен бұл өзінің бағалауын енгізіп отыр. Мазмұндық талдау жасап беріп отыр. Енді жазба жұмысы қолмен жазылғандықтан кейбір жазуды жасанды интеллект танымауы мүмкін. Сондықтан мына жерде Бауыржан Момышұлы дегенді міне автордың аты жөнін қате жазып отыр. Сондықтан мұғалімнің жасанды интеллект мұғалімнің орнын баса алмайды. Сондықтан не дегенмен де біз жасанды интеллекттің талдауын өзіміз қоса қарап шығуымыз керек. Жалпы бағалауын қараңыздар. Мазмұн 30-да 40 балл деп, құрылымын, жалпы балы 70 балл жақсы деңгей деп студенттің жазба жұмысын барлығын бағалап беріп отыр, және студентке ұсыныстар да айтады. Сонымен қоса диктантты пунктуациялық, грамматикалық қателерге тексер деп промпт берейік. Өздеріңіз көріп отырғандай. Әрбір сөзді жеке тексеріп шығады. Эссе, зерттеу жұмыстары, зерттеу жобалау жұмыстарын осылай жасанды интеллектке тексерту арқылы өз жұмысыңызды оңтайландыруға болады деген ұсынысым бар.